Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Дина. Бүгін бананды пирог дайындайтын боламыз. Дайындалу уақыты 10 минут және өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Видео сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сондықтан видеоны жіберіп алмай соңына дейін қараңыздар. Маған жазылып лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. 3 жұмыртқамызды миксердің көмегімен аппақ болғанша миксерлейміз. Осындай масса болған кезде 10 ас қасық қантымызды аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Осындай қоймалы жын масса болған кезде 3 ас қасық майонезімізді және 100 грамм ерітілген майымызды салып тағы бір миксерлеп аламыз. Енді осындай менде кесе, кәдімгі стандарт кесе, осымен 1,5 кесені салып аз-аздан мен 2-ге бөліп салдым және бір пакет қопсытқышымызды салдым. Осылай миксердің көмегімен араластырып аламыз. Менде 1,5 кесе кетті. Осындай масса, созылмалы масса болған кезде сіздерде дайын деген сөз. Оны қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған пешімізге саламыз және градусын 150 градусқа азайтамыз. 30-40 минут. Ол яғни пештеріңізге қарай уақытын белгілейсіздер. Бананымызды кесіп, кремімізді дайындап қоятын боламыз. Кремімізге 100 грамм сары май және бір банка сгущенкамызды бірге араластырып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Пирогымызды 2-ге бөліп, кремімізді жағып, бананымызды салып, сөйтіп қайталаймыз. Міндетті түрде жазып көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Маған жазылып лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.